Қыздар-еке, қайырлы таң, қалайсыңдар? Мектептің алдына барып тұрсам, мына Майша мені әлем қылды ғой. Бақырып жұрттың бәрін өзіне қаратып, шарылдап, айқайлап, құрсын мынанікі жай ма екен, неге тыныш па екен, жұрттың бәрі қарайды маған. Құрсын Майшаңды өшірші деген кіші сигнализациясы бақырып, айқайлап, құрсын әлем қылды ғой. Содан үйдің қасына келдім де, қазір саған көрсетейін деп, мынадай 3 батарейка алып салып тастағанмын ғой Майшаға. Жақсы болды, соны алдым да несін батарейкасын ауыстырайын құрсын, қазір сен тағы да әлем қыларсың. Сен қазір менің сәлекке бала апарғанда құрсын жұрттың бәрін өзіне қаратып, точно қазір сен мені әлем қыласың дедім де, отырып алдым да батарейкамды ауыстырып Майшаның ішінде отырып алдым да батарейкамды ауыстырдым ғой. Аузы жыртылмайды, не болып қалды деп әйтеуір түбінен жыртып алдым да батарейкамды алып, бұрынғы ескі батарейкасын ескі батарейкасын шығардым да пульттің ішіне батарейкасын салып, көзім шайдай ашылып, аты бар ғой, мынау дейтін бар ғой, жұрттың көзінше әлем қылып бір жерге барып тұрсаң бар ғой, больницаның алдына бір жерге барып тұрсаң, кәдімгі шарылдап айқайлап берекет табады екен құрсын бар ғой, батарейкасын ауыстырмағанша. Ол неге айқайлайды деп жүрсе, мына несі ішіндегі батарейкасы өліп қалған екен ғой байғұстың. Соны білдіртіп жүр екен ғой маған. Мен қайда білейін, мына қайыршы неге айқайлайды, құрсын жұрттың бәрін қаратып өзіне деп қотырып жынданып жүрсем, оказывается батарейкадан болып шықты. Содан көзім ашылды, көзім шайдай ашылды ғой, мына батарейкасын салып бар ғой. Тып-тыныш, қазір момақан қой аузынан шөп алмас дейді ғой. Сондай болды ғой Майшам дейтін бар ғой. Рақаттандым ғой. Оған дейін құрсын, менің күйімді айтпаңдар құрсын, сұрамай қойыңдар қалай екенін. Көзім ашылды, көзім.